Сәлем достар! Бүгін біз ноқат пен ақжелкеннен сұлулық рецептін жасаймыз. Бізге ақжелкеннен бір шоғыры қажет. Ақжелкенді ас содасымен шайып аламыз. Ақжелкен беттің түсін жақсартуға және терінің жаңаруын ынталандыруға көмектеседі. Достар, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, сіздің қолдауыңыз мен үшін маңызды. Ақжелкенді таза суға шайып, ұсақтап кесіп, блендерге салыңыз. Бізге 4 ас қасық ноқат керек. 300 мг су құйыңыз, орташа отта 40 минут пісіресіз. Ноқаттың құрамында қабынуды және безеуді арылтуға көмектесетін мырыш бар. Суытып аламыз. Блендерге ақжелкенге қосып, езіп пюре жасаймыз. Дайын болған қоспаны 2 бөлікке бөліңіз. Бізге 1 жұмыртқаның сары уызы қажет. Маскаға 1 жұмыртқаның сары уызын қосасыз. Сары уыз тері құрылымын ынталандыруға және жақсартуға көмектеседі. А және Е витаминдеріне бай. 1 шай қасық бал қосамыз. Бал терідегі коллагенді нығайтуға көмектеседі. 1 шай қасық алоэ вера гелін қосасыз. Алоэ вера гелі теріні ылғалдандырады. Масканы бет пен мойынға декольте терісіне жағып 20 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен шаясыз. Бұл маска теріні нәрлендіреді және ерте қартаю мен әжімдердің алдын алады. Екінші маска үшін жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. Ақ уыз тері тесігін тарылтып, тері өңін жақсартады. Зығыр дәнін блендерде ұнтақтап аласыз. 1 шай қасық зығыр ұнын қосасыз. Жақсылап араластырасыз. Зығыр дәні омега 3 қышқылдарына бай және теріні жаңартады. 5-6 тамшы шай ағашы майын қосыңыз. Шай ағашы майы антисептикалық қасиетке ие, оны қолдануға болады. Масканы бет, мойын, декольте терісіне жағыңыз, оны 20 минутқа қалдырыңыз, содан кейін жылы сумен жуыңыз. Масканы тоңазытқышта 7 күнге дейін сақтайсыз. Сізге сұлулық, денсаулық тілеймін.